Алдағы 1-2 жылда Қазақстанда 29 жаңа су қоймасы салынып, су шаруашылығы ұйымдарының 1000-нан астам техникасы толықтай жаңарады. Бұл туралы Қоршаған орта және су ресурстары министрі Нұрлан Қаппаров мәлім етті. Министр жақында қабылданған су ресурстарын басқару мемлекеттік бағдарламасы аясында атқарылатын жұмыстар туралы айтып берді. Онда су ресурстарын 5 түрлі көрсеткіш бойынша дамыту көзделген. Оның ішінде суды тұтыну көлемін азайту мен елді мекендерді ауыз сумен қамтамасыз ету секілді кезеңдері бар. Брифингте жуырда қабылданған тағы бір бағдарлама тұрмыстық қатты қалдықтарды басқаруды жаңғырту бағдарламасы жайлы айтылды. Бұл бағдарламада 2050 жылға дейін 3 кезеңмен жүзеге аспақ. Нәтижесінде 2030 жылы халықтың 100% тұрмыстық қатты қалдықтарды шығаруға дағдыланады, ал 2050 жылы өңделген қалдықтардың үлесі 50%-ға жетеді. Екі бағдарламаның да іске асыру тетіктері түзілген. Су ресурстарын басқару бағдарламасының бірінші кезектегі жұмыстары 2014 жылға арналған іс-шаралар аясында жүзеге асады. Бағдарламаға 2015 жылы республикалық бюджеттен 69,4 миллиард теңге, ал 2016 жылы 210,2 миллиард теңге бөлінеді.